Осы біраз жыл бұрын бір інім үйленіп, гулянка жасады. Бұны әке айтып жатырмын. Көпшілікті естісін, кейбір адамдар енді бұған керісін, дұрыс емес, сын айтуы да мүмкін. Ой, не болып кетті деп. Проблема емес. Ұнамады ма, тастай сал, амай-ақ қой сен. Енді бір адамға ұнап қалды ма, онда істеуге тұратын нәрсе. Бір інімнің жаңағы істеген нәрсесін айтқым келеді. Үйленді, гулянкаға шақырдық, бардық. Сөйттік та жаңағы біраз машина шықты. Отырып алғанбыз, бардықтан магазиннен әр машинаның багажына продукт, ұн, пісте май, негізгі необходимый нәрселер бар ғой, отбасыға керек нәрселер. Артты да, багаждарын, әр машинаның багажын толтырды да, кеттік гулянкаға, сигнал беріп, достар ма? Асардың қасындағы достар ма? Достық па? Достықтың ішіне кіріп бардық. Кішкене жағдай төмен отбасылар көп екен. Достықтың ішін бейпілдетіп айналып шықты. Сөйтті де бір үйге келдік. Тоқтады, ана кісінің үйінен шақырды. Шынында да кішкентай балдары бар, жағдай төмен, жесір әйел ма, сондай болу керек. Түсті, қарасаңыз, апай деп, ұннан жаңағы, пісте майдан, продуктіден анау-мынаудан берді да, апай, міне менің есімім пәленше болады. Мен бүгін үйленіп жатырмын, той істеп жатырмын. Біз үшін бір Алладан жақсы дұға қойыңызшы депші. Қарасаңыз, рияға да кірмейсің. Өйткені анау сізді танымайды. Сен де оны танымайсың, ертең міндет болмайсың. Сөйтті кеттік. Сөйтіп достықтың ішін аралап жүрді. Он шақты семьяға үст-үст беріп кетті. Сөйтті бардық, ары қарай жаңағы болды, гулянка ары қарай жалғасты. Сөйтті бір жерге барып тоқтап, кішкене әңгімелестік, имандастық, кешке таман барып тойға кіріп кеттік. Қазір кейбір жігіттер үйленеді да 120 мың, 130 мыңға жаңағы сериген машиналарды жалдайды. Оны өзі жалдамайды ғой тағы ше. Әке-шешесінің ақшасы ғой, бұл байқұстарға оларға білінбейді ғой, әке-шешесі айтыр, осы ырза болсын деп беріп жатыр да, 120 мыңға жалдайды да. Бейпілдетіп, ана жерге де барады, мына жерге де барады, как будто бір өзінің шопыр ұқсат ауылда айналады жаңағы. Тура бір өзінің машинасы сап ше. Ертесіне бірақ бүйтіп шынында түк айтқандай бүйчек шегіп жүреді тағы ше. Өйткені қарызға кетіп кеткен ғой бір күн бұрын. Бір күн жыртылғанға мәз да біз ше. Өзіңіз ойлаңызшы қайсысы жақсы. Анау кісі кетті, тойын жасады да, енді анау отбасылар бар ұн жеп отырған. Әр ұн жеген сайын Алла соларға бала береке берсін деп дұға қылып жатыр да, қайсысы қайырлы. Ал мынау адамдарға, мыналарға әр жерге бір бар дырылдатып, билеп, мәз болып жүргендерге артынан тек қана әтәң әнелеттер бутылкаларын шашып кетті деген қарғыстан басқа жерде болып отырған жоқ та. Мына мектеп бітіріп жатқандарға да осыны айтып жатырмын, мен өзім інілеріме айтып жатырмын ғой енді. Былтыр мысалы үшін жалдағандарды көрдік та, әр ана машинаның 15 мыңнан жалдаған, жетеуі уже 105 мың ба? Жетеуі 105 мың теңге да. Бірақ өздері бір тиын таппайды да, бір тиын таппайды. Шешелері, әке-шешелері беріп жатыр да оны. Енді бірақ ана гулянкада машиналардан басын шығарып шиқылдаған, шыңғырғандарын көрсең, бір алтынға бітірді ма деп, солардың 90-80% ұбытыдан өте алмай қалғандар да. Бірақ гулянкада жүргендерін көрсең, алтынмен бітірген сияқты былай, деп жүрді. Масқара да. Мен айтамын да, сол одан да бір күн олар да дәл жаңағы нәрсені істесе, қалай болады? Машиналарға жаңа 105 мыңға продукты алды. Менің мына қарапайым мәшинем тұр ғой, мына простой машиналар. Менің сияқты ауылдан осындай машина мәшинелер мініп басында достықтарлы, ауылдарлы. Міне біз мектеп бітіріп жатырмыз. Бізге өміріміздің алды берекелі болсын деп дұға қойыңыздар деп, 5-6 үйге тастап кетсеші. Өте зор. Әр сол, әр бала. Осыны көпшілікке айтып жатыр мен. Әркім өзі біледі. Біреу істер, біреу істемейді. Біздің тек жаңағы не дейді, ұсыныс.